Қайырлы күн, құрметті көрермендер, жас мамандар, мұғалімдер. Біз бүгін сабақты тиімді жоспарлау, яғни КМЖ-ны жазу туралы мәселелерді қозғайтын боламыз. Бұл өте өзекті тақырып. Бұл әсіресе мектепке, мұғалімдік қызметті енді бастап жатқан әріптестерімізге өте тиімді, пайдалы болады деген ойдамын. Сабақты соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге өте қажетті, тиімді әдіс, тәсілдер, ресурстар ұсынылатын болады. Бүгінгі видео сабақтан сіздер не аласыздар? КМЖ-ны қалай құрастыру керектігін үйренесіздер. Жас мамандар мен мұғалімдерге қажетті дүниелермен бөлісетін боламын. Электронды оқулықтар, электронды ресурстар берілетін болады. КМЖ не үшін қажет деген сұраққа жауап беріп алсақ. КМЖ сабақ өтуде педагогтердің жүргізетін міндетті құжаты болып табылады. Жоспарланған іс-шара өткізу кезінде нәтижелі, жүйелі, тиімді болуына әсер етеді. Жоспар болғанда ғана мақсатқа жетеміз. Сабақ өтуде педагогтер жүргізетін міндетті құжат, сабақ өту алгоритмі жазылған, қолданылатын әдіс тәсілдер жазылған, жаттығулар мен тапсырмалар бар, тайм-менеджмент сақталған, ресурстар көрсетілген, яғни көрнекі құралдар, оқулықтар, интернет, тағы басқа сайттар сілтемелері берілген. Тиімді жоспарлау туралы Эллен Уилсон, Кембридж университетінің профессоры, алдымен сабақ өтпес бұрын, сабақ жоспарламас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп алсаңыздар дейді. Яғни мен кімді оқытып жатырмын, білім алушылардың қазіргі білім деңгейі қандай, мықты ма, әлсіз жақтарын анықтап алу қажет дейді. Мен нені үйретіп жатырмын, күтілетін нәтижелер қандай, мен қалай білім беремін, яғни әдіс тәсілдер, қажетті ресурстар туралы. Төртінші сұрақ, оқушылардың сабақты түсінгенін қалай анықтаймын, яғни бағалау әдістері қандай, сұрақ жауап, кері байланыстар қандай жағдайда деген сұрақтарға жауап беріп анықтап алу қажет етеді дейді. Келесі, біздің осы КМЖ құрастыруда нормативті нұсқаулық әдістемелік құжаттарымыздың тізбегі көрсетілген. Яғни бұл жерде бірінші 348-ші бұйрықпен бекітілген мемлекеттік білім беру стандарты, оқу бағдарламасы 399-шы бұйрықпен бекітілген 2022 жылы бұл жаңартылған нұсқа бойынша ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар, қысқа мерзімді жоспар бізге қажет. Одан басқа бізде әдістемелік нұсқау хат, яғни жылда шығып отыратын әдістемелік нұсқау хат бізде болу қажет. Және де оқушылардың білімін бағалау туралы 125-ші бұйрықпен біз таныс болуымыз қажет. Және де критериалды бағалау бойынша нұсқаулық 90 бойынша және жиынтық бағалау, қалыптастырушы бағалау бойынша құжаттарымыз болу қажет, таныс болуымыз қажет. Әрі де сабақтың құрылымы, яғни қазіргі кезде белсенді сабақ ұйымдастыруда Дэвид Колб ұсынып отырған келесі схеманы қарастырып өтсек. Яғни сабақтың басында уәж туындату, оқушыларды сабаққа ынталандыру, жаңа тақырыпты жариялау, бұл сабақтың 10% үлесін алу қажет дейді, яғни 4-5 минут уақыт осыған жұмсалу қажет. Келесі, өткен тақырыпты бекіту, қайталау, сабақ уақытының 20% үлесіне тиесілі, бұл 9-10 минут уақыт. Жаңа материалды игеру, сабақ уақытының 50%-ын иелену өтіп жұмсалу қажет, яғни бұл жерде 20-22 минут уақыт қажет етеді. Одан кейін бағалау, сабақтың 10% үлесіне тиесілі 4-5 минут қажет. Және де соңғы сабақты қорытындылау, рефлексия, сабақтың 10% 4-5 минут. Жалпы осының бәрін қосқан кезде бізде 45 минут 100%-лық сабағымыз шығады. Яғни осы пропорцияны сақтанған дұрыс. Бұл өте тиімді және дұрыс есептелінген, дұрыс құрастырылған схема. Келесі, КМЖ-ны қарастырмас бұрын баланс дөңгелегін ұсынып отырмын. Яғни сіздер 8 сұраққа жауап беріп өтсеңіздер, яғни бірінші бұл сабақ мақсатын белгілеу, 10 балдық шкаламен сіздер сабақ мақсатын қанша деңгейде белгілеп анықтайсыздар.
осы сұраққа жауап берсеңіздер. Одан кейін оқу мақсатына бағытталған тапсырманы құрастыруда сіздер қандай деңгейдесіздер, әдіс тәсілдерді таңдауда қандай деңгейдесіздер. Яғни мына мысалы 1, 2, 3, 10-ға дейін барады, яғни осы аралықты бояу қажетсіздер. Одан кейін қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру, оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескеру, уақытты тиімді жоспарлау, рефлексияны жүргізу, 8-ші ресурстарды таңдау. Яғни осыған осы сұрақтарды схема түрінде жауап берсеңіздер. Яғни нәтижесі осындай түрде шығу қажет. Енді КМЖ-ның өзіне тоқталатын болсақ, 2022 жылы жалпы сабақты қысқа мерзімді сабақ жоспарын жоспарлауда 382-ші бұйрық бекітілді. Яғни бұл жерде кейбір қажет емес дүниелер алып тасталды, мысалы құндылықтар алып тасталды, тағы басқа дүниелер қысқарды. Бірақ жалпы қаңқасы қалды. Яғни қысқа мерзімді жоспардың жалпы формасы осындай. Яғни тақырып болу қажет, мұғалімнің аты жөні, пәні, сыныбы, күні, оқыту бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары және сабақ мақсаты. Сабақ 3 кезеңнен тұрады: педагогтың әрекеті, оқушының әрекеті, бағалау және ресурстар. Енді бұл жерде оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары кодпен белгіленген. Мына 4 сан бұл біріншісі сынып, одан кейін бөлім, тақырып, оқу мақсаттарының сандары кодпен осылай белгіленген. Енді оқу мақсаттары мемлекеттік стандартқа сәйкестендірілген, яғни оны біз ауыстыра алмаймыз. Осыдан сабақ мақсаты шығады. Сабақ мақсаты ол оқу мақсатынан шығады, оқу мақсатының негізгі сөздерінен шығады. Оқу мақсатының етістік сөздерін тұйық етістікпен аяқтау қажет. Сабақ мақсатына жету мұғалімнің шеберлігіне байланысты, мұғалім өзі жазу қажет сабақ мақсатын, қысқа және нақты мақсат қою қажет. Жалпы соңғы кездер сабақ мақсатын смарт мақсат болу қажет деп жатады. Яғни смарт дегеніміз ол мақсат нақты әрі анық болу қажет, мақсат санмен өлшену қажет, мақсат қолдан келерліктей болу қажет, шынайы болу қажет, мақсат уақытпен өлшену қажет. Келесі, сабақтың барысына тоқталатын болсақ, сабақтың 3 кезеңнен тұрады: сабақтың басы, ортасы, аяғы. Яғни басына тоқталатын болсақ, сабақтың басына 5-7 минут уақыт кетеді. Педагогтың іс-әрекетіне оқушылармен амандасады, оқушылар түгендейді, психологиялық ахуал қалыптастырады, мақсат жазылады, іс-әрекет жазылады, бір-біріне тілек айтып топтасуы мүмкін. Оқушылар бұл жерде амандасады, кезекші оқушы жауап береді, оқушылардың кім сабақта қатыспай отырғанын, сабақта жоқтар туралы. Егер топқа бөлу ұйымдастырылса, оның жерде топқа бөліп, топтың аты, топтың құрамы, топтың мақсат жазылады. Яғни бұл жерде бағалау оқушылардың көңіл күйіне, сабаққа деген дайындығы, ынталандыру сөздермен ғана бағаланады. Тамаша, жарайсың, керемет деген сияқты. Бұл жерде презентация қолдану мүмкін. Мұғалім топқа бөлу сөздері, әдіс тәсілдер қолдануы мүмкін. Бұл сабақтың басына қатысты дүниелер. Сабақтың басында көп уақытты жұмсаудың қажет емес. Жалпы оқушылардың көңіл күйлері, сабаққа деген дайындығы дұрыс болса, сабақты бастай беруге жеткілікті. Сабақтың ортасы 30-35 минут уақыт кетеді. Бұл жерде енді кейбірлер осы уақытты жазу қажет емес деп жатады, кейбірлер уақыт міндетті түрде жазылу қажет, қанша минут кететіні. Бірінші кезең ол өткен сабақты пысықтау, екінші кезең жаңа тақырыпты ашу, үшінші кезең жаңа тақырыптың мақсатын ашу, төртінші кезең жаңа тақырыпты түсіндіру. Мақсат пен тапсырма байланысты болу керек. Бұл жерде оқушылар тапсырмалар орындайды, сұрақтарға жауап береді. Тамаша, жарайсың, ынталандыру, бағалау әдіс тәсілдер қолданылады. Ресурстар, презентация
Сабағымызды жалғастырайық. Бұл жерде ресурстар жазған кезде презентацияның номері жазылу керек. Міндетті түрде интернетке сілтеме жазылу керек. Топқа бөлу сөздерін жазса болады. Сабақтың соңына 5 минут уақыт жеткілікті, яғни оқушылардың сабақ барысында жинаған балдарын айтып, балаларды бағаланады. Бұл жерде үйге тапсырма беріледі, рефлексия, кері байланыс жасалады, және ресурстарға оқулық жаңағы күнделік KZ оқулықта қандай беттегі тапсырмалар туралы нақты жазылу қажет. Және бұл жерде тағы айта кететін нәрсе, бағалау жалпы қазіргі бағалау жүйесімен жалпы балл саны 10 балл болу қажет. Бәрін қосқан кезде берілген тапсырмалар бойынша. Келесі бізде кері байланыс пен рефлексияның айырмашылығы. Көп мұғалімдер, жас мамандар кері байланыс пен рефлексияның айырмашылығын ажырата алмай жатады. Яғни кері байланыс дегеніміз сабақ қаншалықты түсінікті болғанын қысқа түрде оқушылардан алу, сабақты қай деңгейде өткендігін айтады, басқаның іс-әрекетіне беріледі кері байланыс. Кері байланыс ауызша, жазбаша болады. Кері байланыс сабақ бойы диалог түрінде өтуі мүмкін. Мақтау, қателіктерін айту, қателіктерді түзетуге ұсыныстар беру, бірін бірі сыйлау жағдайында өту қажет. Жетістіктерді қамтамасыз ететін әдіс бұл. Ал рефлексия деген сабақтың қалай өткендігін өн бойынан өзі өткізеді. Жіберілген кемшіліктерді саралап, келесі жоспарға түзету енгізеді. Сабақ барысында жіберілген кемшіліктерді саралау, келесі жоспарға түзету енгізу. Әркім өз ісіне баға береді. Яғни мен сөзінен басталады рефлексия. Сабақтың қызықты не қызықсыз, сапалы не сапасыз өткен эмоция арқылы білдіріліп жатады. Кері байланыс дегеніміз мақсатқа жетелейтін нақты әрекет, ситуация, талас тудыратын сұрақтар мен мәселелер бойынша түсінік алу, түсінік беру үдерісі. Тиімді кері байланысты ұйымдастыру сапалы оқытудың негізі болып табылады. Оқу үдерісі барысы туралы түсінік қалыптастырады. Оқу міндеттері мен мақсаттарына жету деңгейін анықтайды. Мұғалімді оқушының жетістіктері мен қиындықтары туралы хабардар етеді. Қазір рефлексия емес, кері байланысты көбірек қолданып жүр. Критерий мен дескриптор бойынша мынандай бір сұрақтарға жауап берсеңіздер. Өлшемді болу керек, ол критерий ма, дескриптор ма? Яғни мұғалімдерге осы әдісті қолдансаңыздар болады. Мұғалім мен оқушыға түсінікті, нақты болу қажет. Яғни мына жерге егер критерий болса, критерий деп жазу керек, дескриптор болса, дескриптор деп жазып шықсаңыздар болады. Екеуі жатса, екеуін де жазу қажет. Жауабы мынандай. Өлшемді болу керек, ол критерий мен дескриптор. Мұғалімдер мен оқушыларға түсінікті, нақты, айқын болу қажет, ол критерий мен дескриптор. Біледі, түсінеді, жасайды, тағы басқа фразаларды аулақ болған жөн, ол критерий мен дескриптор. Сындарлы кері байланыс беру жағдай жасайды, критерий мен дескриптор. Оқу мақсатына жетудің қалай тексерілетінін көрсетеді, ол критерий. Балмен өлшенеді, ол міндетті түрде дескриптор. Бал көрсетіледі. Тапсырма орындау барысында әр адамды сипаттайтын, ол дескриптор тағы да. Енді егер осы вебинарды қолданып, практика жүзінде мұғалімдерге әдіскерлер, завучтар топтастырып мұғалімдерді осындай практикалық жұмыс жасатса болады. Мысалы, келер шақ, алтын адам, тарих, қоғамдық пән мұғалімдеріне, жаратылыстану пәндеріне осындай тапсырмалар берсеңіздер болады. Математика пән мұғалімдерін топтастырып, және ұлттық құндылықтар, яғни бұл жерде 8-ші сынып қазақ тілі пән мұғалімдеріне, мынау бастауыш пән мұғалімдерін біріктіріп, осындай тапсырмаларды беріп, қымыжы құрастырса да болады. Немесе осы тақырып аясында тапсырмалар құрастырса да болады. Шағын дескрипторлары болу қажет, бағалау қамтылу қажет. Осындай практикалық тапсырмалар берсеңіздер болады. Мен өз тәжірибемде осыны қолданып көрдім. Нәтижесі өте жақсы. Енді бағана айтып өткенде жас мұғалімдерге бір бонус, бір жақсы әдіс тәсілдерді ұсынсам деп отырмын. Яғни ол мектепке жаңадан кірген мұғалімдерге, мысалы қымыжыны қайдан алсақ болады, қалай құрастырсақ болады дегенге
елордалық электронды мектеп сайтын ұсынғым келіп отыр. Жалпы КМЖ әр мұғалім өзі жазу қажет, бірақ та қолданып, көріп, пайдаланса болады. Бұл жерде дайын КМЖ-лар бар. Яғни сынып таңдайсыздар, одан кейін 90-ды таңдайсыздар, 4-90 бойынша пәндер таңдап, әркім өз пәні бойынша тақырыптарды көріп, жүктеп алсаңыздар болады. Яғни бұл жерде тақырыптар берілген, тақырыпты бергеннен кейін бұл жерде КМЖ-мен бірге слайд ұсынылады сіздерге, және де сол сабақтың видео нұсқасында ұсынылады, көрсеңіздер болады. Мысалы, сабақты қалай өтсем болады, қандай әдіс тәсілдер, не айтсам болады деген жас мұғалімдерге өте пайдалы ресурс. Келесі, мынау электронды оқулықтар бар бізде. Электронды оқулықтарды осы оқулық KZ сайтынан алсаңыздар болады. Мен қазір сілтемесін қоятын боламын. Және де үй тапсырмасын, дайын үй тапсырмаларын алсаңыздар болады. Осы мына оқулық KZ сайтының ішінде бәрі берілген, көрсетілген, неке прям қалай жазып, қалай тексеруіне дейін бәрі көрсетілген. Осы ресурстарды қолдансаңыздар болады. КМЖ-ны бұл енді кіріспе ретінде түсірілген видео. Ары қарай біз осы КМЖ-ны бүге шүгесіне дейін қарастыратын боламыз. Келесі сабақтарда оқу мақсаты, сабақ мақсаты қалай құрастырылады, бағалау қалай, әдіс тәсілдер, сосын мына ерекше білім беру қажет ететін балалар туралы біраз сұрақтар қазір туындап жатыр. Ол туралы да видео сабақтар дайындалуда. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қолдап қойыңыздар, комментарий жазсаңыздар болады. Мазалап жүрген сұрақтарыңыз бойынша жауап беруге тырысамыз. Сау саламатта болыңыздар. Сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға.